қызықты логикалық сұрақтар беремін. Ал видео басталмай тұрып, астындағы қызыл подписаться деген кнопканы басып, каналға жазылып кетейік. Жазылсаңыздар, видеоны бастайық. Полиция қаладан өте қауіпті тонаушыларды іздеп жүр. Бірнеше суретке қарап, қайсысы тонаушы екенін табыңыздар. Суретке қарап, үлкендердің қайсысы кішкентай баланың ата-анасы екенін табу керексіздер. Осы ма? Сандардың орнын ауыстырмай, араларына плюс немесе минус таңбаларын қою керексіздер. Таңбаларды тек 3 рет қана қолдануға болады. Дұрыс жауабы сіздерге 2 минус пен 1 плюсты осылай қою керексіздер. Майк пен Томда $21 бар. Бірақ Майкта Томға қарағанда $20 көбірек. Әр қайсысында қанша доллар бар? Егер сіздер Майкта $20, ал Томда $1 бар десеңіздер, бұл дұрыс емес болады. Балаларда $21 болса, ал Майкта $20 көбірек болса, онда Майкта $20,5, ал Томда $0,5. Ал осы суретке қарап, осы 3 адамның қайсысы бай деп ойлайсыздар? Жауаптарыңызды комментарийға жазыңыздар. Кімде ең көп лайк жиналады, соның жауабы дұрыс деп есептелінеді.